Кітап отбасы қазынасы. Мақсаты отбасылық кітап оқу мәдениетін қалыптастыру. Балалардың кітапқа қызығушылығын арттыру, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту. Кітап пен отбасы бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Кітап тәрбие мен білім көзі, ал отбасы сол тәрбиені жүзеге асыратын негізгі орта. Кітап пен отбасы тақырыбын үйлестіру қазіргі қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі. Кітап оқу мәдениеті ең алдымен отбасынан басталады. Бала кішкентайынан ата-анасының кітап оқығанын көрсе, оның да кітапқа деген қызығушылығы артады. Сондықтан ата-аналар балаларына үлгі болып, үйде кітап оқуға арнайы уақыт бөлуі керек. Мысалы, кешкі уақытта бүкіл отбасы бірге отырып кітап оқу немесе оқыған шығармаларын талқылау өте тиімді әдіс. Сонымен қатар, отбасы мүшелерінің бірге кітапханаға баруы немесе кітаптар таңдауы да бұл үрдісті нығайтады. Мұндай әрекеттер баланың кітапты тек оқу құралы ғана емес, қызықты әлем ретінде қабылдауына көмектеседі. Кітап пен отбасы тақырыбын үйлестірудің тағы бір жолы отбасылық дәстүр қалыптастыру. Мысалы, әр апта сайын бір кітапты таңдап, оны бірге оқу немесе әркім өз оқыған кітабы туралы пікір бөлісу. Бұл тек білімді арттырып қана қоймай, отбасы мүшелерінің арасындағы байланысты күшейтеді. Қорытындылай келе, кітап пен отбасы бірін-бірі толықтыратын ұғымдар. Отбасында кітап оқу дәстүрін қалыптастыру арқылы біз саналы білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз. Сондықтан әрбір отбасы кітапты өмірінің ажырамас бөлігіне айналдыруы тиіс. Назарларыңызға көп рахмет.